Сәлем достар, мен Измұрзаева Қарлығаш Абдырзақовна, жоғары дәрежелі гинеколог. Бүгін сіздерге айтатын тақырыбым қайталанған кесар тілігі туралы. Яғни кесар тілігі дегеніміз не? Біріншіден, ол яғни құрсақ қуысынан баланы операциялық жолмен алып шығуы көрсеткіштер бойынша, егер өздігінен босануға қарсы көрсеткіштер болып, баланың немесе әйелдің денсаулығына қауіп төнген жағдайда сондай көрсеткіштермен кесар тілігі жасалынады. Кесар тілігінен кейін бізде интервал қанша болу керек? Яғни интервал кем дегенде 2-3 жыл болу керек. Өйткені не үшін? Яғни бізде жатырдағы тігістің орны бітіп қалпына келу керек. Яғни свежий жаңадан кесар тілігі болып көтеріп қойған жағдайлар болса, ол ананың өміріне өте қауіпті болып табылады. Сондықтан кем дегенде 2-3 жылдан кейін барып жоспарлаймыз. Одан кейін жалпы не үшін кесар тілігі болады? Яғни қазіргі таңда көптеген әйелдерде патологиялық аурулар бар. Яғни бауыр ауруы, қан айналым, жүрек қан айналым, цирроз, гепатит деген сияқты одан да басқа көптеген аурулар бар. Егер өздігінен босана алмайтын жағдайда кесар тілігімен босандырады. Және де бүгін айтқым келгені сіздерге көп әйелдердің яғни сұрағы бірінші кесарьден кейін өзі босануға болады ма деген сұрақты көп қояды. Кесарьва болған әйелдер соған жауап бергім келеді. Бірінші жүктіліктен кейін, яғни арасы интервал 3 жыл, 4 жыл болып, әйелде бәрі қалыпты болып, қосымша аурулар жоқ болып, егер кесарьсыз өздігінен босануға ешқандай қарсы көрсеткіштер болмай, сосын бала үлкейген срокта 36-37 аптада арнайы перинатальный центрға барып тексеріледі. Оны кез келген УЗИ түсірмейді, өзі сол рубецкті жатырдың тіккен орнын көретін УЗИстер болады. Сол роддомда соны арнайы УЗИмен көреді. Егер де рубецтің жағдайы қалыпты болып, норма жақсы деп айтса, сонда ғана біз жоспарлауға болады өздігінен босануға. Сол кезде өздері роддомдағы дәрігерлер айтады, мына күні келесің, анализдер тапсырасың деп. Содан кейін ғана біз рұқсатымен ғана солай жоспарлауымызға болады. Ал кей жағдайларда солай өздігінен босанасын деп айтады, бірақ экстренный жағдайлар болып қалуы мүмкін, аяқ асты, сондай кезде кесарьваға қайталап кетіп қалуы мүмкін әйел. Соны айтқым келеді. Сосын көп әйелдер кесарьвадан кейін қайталап қорғанбай свежий рубецпен, жаңа рубецпен көтеріп келеді. Яғни не айтқым келеді? Яғни кесарьва болғаннан кейін 40 күннен кейін міндетті түрде дәрігерге барамыз, гинекологқа. Жүктілікті тексерілеміз, полный обследование жасап, одан кейін жүктілікті қорғанатын дәрілер беріледі емханада, түрлерін айтады. Қазіргі кезде өте көп спираль айтады, спираль қай кезде салыну керек. Одан жүктіліктен қорғанатын дәрілер бар, мүшеқап немесе одан да басқа түрлері көп. Сондықтан осыларды да өздігімізден алып ішіп, яғни дәрілерде пайдалана беруге болмайды. Мысалы, кейбір әйелдер айтады, мен досым немесе көршім мына дәрімен қорғанады екен, мен де соны алып ішейін деп. Бұл жүктіліктен қорғанатын дәрі барлық адамға бірдей келе бермейді. Оны дәрігер өзі сенің анамнезіңді сұрап, саған қай дәрі болады ма саған ішуге, бұндай
немесе болмайды ма, немесе саған басқа түрі контрацепцияның қажет па, қорғанатын түрі деп өзі таңдап береді қорғанатын жолды. Өздігімізден алып жаңа аптекаларға барып іше беруге болмайды. Көп әйелдер келеді, кейбір әйелдер, барлығы емес, мысалы дәрілерді алып ішеді аптекадан, сосын кровотечение болады, бір ішеді, бір ішпейді, қалай ішу керек екенін білмейді, сосын қан кетіп, сондай шағымдармен келіп жатады көп әйелдер. Одан кейін жаңағы свежий рубецпен көтеріп келеді. Көп әйелдер немқұрайлы қарайды, денсаулығына барлық әйелдерге айтпаймын, кейбір әйелдер бар, енді адам болғасын неше түрлі әйелдер бар. Жаңағы свежий рубецпен көтеріп келеді, олар түсіндіріп айтып жатсаң түсінбейтін әйелдер бар, өміріне немқұрайлы қарайтын. Яғни ол өзінің ғана денсаулығына емес, үйіндегі баласының өміріне тоже немқұрайлы қарап жатыр деген сөз. Сондықтан айтқым келгені, әрбір әйел кесарьба болсын болмасын, келесі жүктілікті жоспарлап, полный тексеріліп, обследование өтіп, ауыратын жерлерін емдетіп, содан кейін барып жоспарлауымыз керек. Және де приемға барғанда уақытылы дәрігерге барып, іш деген дәрілерін ішіп, тапсыр деген анализдерін уақытында тапсырып жүру керекпіз. Және айтқым келгені, мысалы, не үшін дәрігерлер қорқады, яғни бір рет кесарьба болғаннан кейін біз жоспарлы түрде, яғни кесарьба деп уақыты толғанда жібереміз әйелді, яғни өйткені жаңағы бір рет кесарьба болғаннан кейін қайталанған жүктілік кезінде схватка болады ғой, схватка толғақ, яғни ол жатыр жиырылады. Уақыт өткен сайын жиырылуы да жиілейді. Сол жиырылған кезде жаңағы қан кетіп қалмау үшін, қан кетіп қалу қаупі өте жоғары, жаңағы алдын болған кесарьба жыртылып кетуі мүмкін. Ол Құдай сақтасын, жыртылып кетсе, әйелдің өміріне қауіп төнеді деген сөз, яғни жатырда көптеген қан тамырлар бар, содан көп мөлшерде қан кетіп қалуы мүмкін, яғни әйелдің денсаулығына қауіп төндіреді. Яғни көп дәрігерлер осыдан қорқады. Кейбір әйелдер осындай түсінбеуі мүмкін, сондықтан яғни өзіміз білмесек, немесе жастар болуы мүмкін, өзіміз білмесек, дәрігерге барып, міндетті түрде сұрап, жоспарлап, осылай жоспарлап көтереміз деп айтқым келеді. Және де қандай қауіптер болуы мүмкін, яғни кейбір сосын мынандай сұрақтар болады, неше кесарьбаға дейін болады деп. Яғни біз саған мынандай кесарьба болады деп біз нақты бүйтіп айта алмаймыз, бірақ көбінесе біз әйелдерге айтамыз, 3 кесарьбадан кейін жаңағы егер түтігіңді жаңағы өзіңнің согласияңмен байлатып таста деп. Өйткені жаңағы әр жүктілік қайталанған сайын, кесарьтілігінен кейін, ол әйелдің өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Қандай қауіптер бар? Яғни жаңа айтып кеткеніміздей, жатыр жыртылып кетуі мүмкін, көп мөлшерде қан кетіп қалуы мүмкін, ерте босанып қоюы мүмкін, операция ұзаққа созылып кетуі мүмкін, және одан да басқа көптеген қауіп факторлары бар. Осыны айтқым келеді. Және де кесарьбамен көтерген әйелдер, яғни одан кейінгі жүктіліктері үлкен срок, үлкен апта болған кезде кейбір әйелдерде болады, яғни ішінің асты ауырады, ашып ауыруы мүмкін, немесе ауырсынып, сыздап, осылай ауырса, яғни ол тревожный признак, яғни қауіпті факторлардың бірі болып табылады. Бұл кезде міндетті түрде скорыймен шақырып, роддомға баруымыз керек. Не себепті? Яғни бұл деген сөзіміз, яғни жатыр
жыртылып кетуі мүмкін деген сөз, немесе жыртылып жатыр деген сөз. Сондықтан жаңағы родзалға барып міндетті түрде тексеріліп, УЗИға түсіп, жат десе міндетті түрде жатуымыз керек жаңағы роддомға. Осыны айтқым келеді. Сосын кейбір әйелдер, мысалы 2 бала, 3 бала, жаңа үлкен срокта осындай қауіптер болады ғой. Сосын саған жату керек деп айтсаң, үйде балам бар, немесе жұмысымды бітіріп келейін, сондай тағы басқа нелерді сылтау айтып, бүгін ертең деп солай өзінің денсаулығына немқұрайлы қарайды. Ол тыртық немесе ауру сенің ертең күнің күтіп тұрмайды ғой. Кез келген уақытта, Құдай сақтасын, жыртылып кетуі мүмкін, өміріңе қауіп төнуі мүмкін. Осындай егер белгілер болып жатса, әйелдерге айтқым келгені, міндетті түрде дәрігерге барып тексерілеміз. Жалпы бүгін айтқым келгені сіздерге осы. Яғни алда қандай тақырыптар туралы білгіңіз келеді, сұрақтарыңыз болса жазып, комментарийға жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, келесі тақырыптарды бірінші болып көріп отырыңыздар. Каналымды қолдап, жазылып кетіңіздер. Рахмет.